2025 жылы қазақтың көрнекті ағартушысы Алаш Арысы Міржақып Дулатұлының туғанына 140 жыл толуына орай еліміздің кең көлемді іс-шаралар өтіп жатыр. Бүгін Түркістан облысында да осы мерейтойға арналған әдеби танымдық жиын ұйымдастырылды. Іс-шара барысында ғалымдар, тарихшылар және жас зерттеушілер Міржақып Дулатұлының қазақ қоғамындағы рөлі мен шығармашылық мұрасын жан-жақты талқылады. Жиынның басты мақсаты халқымыздың азаттығы жолында күрескен тұлғаның. Шарада Міржақыптың оян қазақ еңбегі, ағартушылық қызметі, алаш қозғалысындағы қайраткерлері ерекше атап өтілді. Сонымен қатар қатысушылар оның публистикасы мен педагогикалық көзқарасының бүгінгі күнге дейін маңызын жоғалтпағанын айтты. Кең байтақ асыл байлығын оңды да солды жарат. Арасына атып қалғанын ит жеккен жерге тарат. Азаттың Аллаға шүкір бұл күнде жалмауыздықтан азаттың көкесін папа дегенге намыстанатын қазақпын. Ей солған екені айқын. Бүгінгі үлкен кешке мына тарих, тұлға. Жиын барысында мектеп оқушылары мен студенттер ақынның өлеңдерін оқып, көрмеге қойылған сирек фотосуреттер мен архив құжаттарын көпшілік назарына ұсынды. Және оқушылар мен Яссы колледжі студенттері ол шараға белсене атсалысып қойылым қойды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мерейтой аясында жыл бойы конференциялар, шығармашылық байқаулар және ғылыми кештер жалғаса бермек. Міржақып Дулатұлы қазақтың руханиятындағы өшпес есім. Оның еркіндікке, білімге және ұлт бірлігіне үндеген идеялары бүгінгі ұрпақ үшін аса құнды. Халықтың бүкіл мұң-мұқтажын жеткізіп, халықтың барлық айтқан сөздерін жеткізіп, бөлді бүкіл ақын айтыскерлердің басын жинаған құрмасақ емес пе? Тұлға сөзің шықпай қалады екен. Бұл ол кісінің ілімін танымағандықтан емес, сен ол кісі туралы таң қалғандықтан